Біз бақытты баламыз осындай атаумен отбасы үлгісіндегі балалар ауылында мерекелік кеш өтті. Балалардың жадында ұдайы жарқын сәттер қалуы қажет. Осыны ескерген бір топ кәсіпкер бүгін де балалар ауылынан табылды. Балалар ата-ана қамқорлығынсыз қалса да, қоғам назардан тыс қалдырмайтындықтарын тағы бір дәлелдеді. Мереке күні балалардың ортасынан табылған кәсіпкерлер сыйсыз емес, бір тобы тәттілер ұсынса, ал облыстық Нұр Отан партиясы атынан төрағаның бірінші орынбасары кітапхана қорына кітап тапсырды. Балалардың да ілтипаты ерекше болды. Олар өз кезектерінде әсем ән мен әсерлі би ұсынды. Жиын соңында балғындарға мерекелік дастархан жайылды. Осындай мерекеде, балалар мерекесінде біз әрқашан тыс қалдырмай балаларымыздың қуанышына, осындай мерекесіне келіп тұрамыз. Өзіміздің тәттілерімізді сыйлаймыз, көңіл күйлерімізді білдіріп, олардың көңіл күйлерін біліп, әрине біздің бала біздің болашағымыз, сондықтан біз олардың қуанғанын, қызықтағанын, барлық жақсы күндерін көргіміз келеді.